Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. 57-ші сабақ жұмыстың жылуы деген тақырыпқа берілген 1-ші, 3-ші және 5-ші тапсырмаларды орындаймыз, яғни кестедегі тапсырмалар. 1-ші тапсырма қысқы еңбек түрлерін ауызша ата дейді. Малды күтуге байланысты шөп салу, оны суару, жем беру және қораны тазалау. Үйді жылытуға байланысты көмір тасу, отын жару, күл шығару және от жағу. Ал үй шаруасына қар күреу, су тасуды жатқызуымызға болады. Келесі 3-ші тапсырма өлеңге сүйеніп, оның мазмұнын өз сөзіңмен әңгімеле дейді. Кітаптағы берілген өлеңді мұқият оқисыздар. Жұмысқа дейінгі баланың іс-әрекеті. Сөзінен, яғни нені байқаймыз? Сөзінен ол күннің суықтығын байқаймыз. Киімі қандай? Тұлып болды. Апасының сөзі от жағуды тапсырды. Баланың жұмыс кезіндегі сәті киімі жеңіл-желпі, ісі молырақ отын жаруға тырысты. 3-ші жұмыстан кейінгі сәті апасының сөзі жұмыс істеп қимылдаған жан ешқашан тоңбайды. 5-ші тапсырмадағы кестеде тақырып бойынша ойды жалғастыруымыз қажет. Ауылдағы қысқы еңбек түрлері: от жағу, ауланың қарын тазалау, отын жару, малды жайғау және су тасу. Мал жайғау дегеннің ішіне мысалы оған су беру, оған жем беру, шөп беру, оны күту, баптау барлығы кіреді. Ал қаладағы қысқы еңбек түрлері: мәшинемен қар тазалау, жылу құбырлары арқылы жылу жіберіледі, көшелер безендіріледі, сырғанақтар мен мұз айдындары жасалады. Тағы да қандай еңбек түрлері бар? Егер естеріңізге түсіп жатса, міндетті түрде төменгі жағына қосып жазып қойыңыздар. Және де қандай тапсырмалар орындау сіздерге қиындық туғызады? Соларды комментарийге жазып кетіңіздер. Міндетті түрде келесі сабақтарда ескеріп тапсырмаларды орындайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.